Су тасқыны, жылаған халық, құлаған үй. Атырау облысында адам шошырлық жағдай. Құлсары қаласында зиратты су шайып, ер адамның мәйіті жер бетіне шығып кеткен. Біз алдандық. Танымал тележүргізуші Дина Төлепберген Ақтөбе өңіріндегі әкімнің қайбылығын әшкереледі. Әкім дейді, түнде келген дейді. Одан кейін бізге су 30 сантиметрге көтерілуі мүмкін, одан артық көтерілмейді деп сеніммен сөйледі дейді. Қарапайым халық шоу-бизнес жұлдыздарына, әнші блогерлерге іздеу салады. Әлеуметтік желіде миллиондаған аудиториясы бар танымалдардың үнсіз жатқан рас па? Ешкім ешкімге міндетті емес. Су енді тілсіз жау ғой, оған не істей аламыз? Толық нұсқасын дәл қазір Стан KZ YouTube арнасынан көріңіз. Армысыз көрермен, дәл қазір Қазақстандағы төтенше жағдай оңай болмай тұр. Еліміздің бірнеше өңірін су басып, тасқыннан зардап шеккен халықтың мазасы қашты. Бұл су тасқыны соңғы 30 жылдағы ең ірісі деп айтылды. Әлеуметтік желіде тараған түрлі видеоларға зер салсақ, жүрегің ауырады. Мәселен, туып өскен үйің, қара шаңырақтың тура осылай көз алдыңда, суға батқанын көру қандай қасірет. Дәл осындай жағдайда үйі судың астында қалған қаншама тұрғын қазір қайда барарын білмей, әр жерді паналап жүр. Дәл қазір су тасқынына зардап шеккен жұрттың әл-ауқатын қаладағы баласына аудио жазба жолдаған ауылдағы әкенің мына хатынан анық аңғаруға болады. Қалайсың балам, амансың ба? Ай, ауыл кетті, түгел кетті. Үйде кетті, көзімен көрдім ғой. Жасыратыны жоқ, табиғи апат кезінде із-түзсіз жоғалған жұрт, адам шығыны да анық айтылды. Мәселен, солтүстік Қазақстанда су тасқынына қарсы іс-шаралар кезінде халыққа көмектесуге барған түркістандық құтқарушы жүрек талмасынан қайтыс болған еді. Тағы бір адам шошырлық жағдай. Атырау облысы Құлсары қаласында зиратты су шайып, ер адамның мәйіті жер бетіне шығып кеткен. Қазақстан халқын әбігерге салған табиғи апат қарапайым тұрғындардың баспанасын жермен жексен етіп қана қоймай, жұрт адал еңбегімен тапқан талай мал жайынан айырылып, шығынға әкеп соқтырды. Осындай қиын жағдайдан кейін еліміздің өзге аймағынан гуманитарлық көмек көрсету үшін түрлі волонтерлық ұйымдар құрылып, барынша жәрдемдесіп жатыр. Сол белсенділердің арасында белгілі журналист, қоғам белсендісі, танымал тележүргізуші Дина Төлепбергенді де байқап қалдық. Ол кісі қиын жағдайға тап болған халықпен тілдесіп, қажетті заттардың тізімін анықтапты. Осы қиын жағдайға душар болған азаматтармен байланысып жатырмын. Қазір ең керегі болып жатқаны ол құрылыс заттарынан қаптар, күректер, қолғаптар. Мынау жаңбыр қазірде көріп тұрсыздар, жауып жатыр. Сондықтан да осындай бір қорғайтын сыртқы күртешелер бар болатын болса, кішкентай балаларымыз қазір қиын жағдайда 72 мыңнан астам адам эвакуацияланды. Соның қаншама адамы осындай бір мектептерде, тағысын тағы ғимараттарда күнелтуде. Балаларға қазір киім-кешек, жылы киімдер керек, бірақ жаңа болса деген үмітіміз бар. Өйткені білмеймін, енді қиын сәтте бір ескі құсқыны бергіміз де келмейді. Одан кейін гигиеналық заттар, әсіресе әйелдерге арналған, балаларға арналған жөргектер өте қажет болып тұр. Одан кейін жарық электр құрылғылары бойынша қажеттілік өте көп. Маңдай шам дегеніміз бар, генераторлар бар, прожекторлар бар, удлинитель дегендеріміз бар. Осының барлығы да қазір өте қажет. Сондықтан да егер сізде бар болатын болса, содан кейін жылыту құралдары, микроволновка деп жатамыз. Сол жақта енді асты бірден жылытып жеуге мүмкіндік болатындай. Мүмкіндіктеріңіз бар болатын болса, керек емес болатын болса, онда алып келіңіздер. Бұл сіздің үлкен көмегіңіз болады. Сондай-ақ таяуда президент Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің шұғыл үндеуінде қиын қыстау заманда бақ өкілдері, блогерлер мен белсенділердің әлеуметтік желіде жалған ақпарат таратпау керектігін бас айтқан еді. Ал Дина Төлепберген бұл тақырыпқа қатысты төтенше жағдайлар министрлігіндегі олқылықтарды ашық айтты. Шын айтқан кезде мен төтенше жағдай министрлігінің штабының ақпараттық жұмысына өзім жеке көңілім толмай тұр. Ақпарат бізге жылдам жетіп жатқан жоқ секілді мен үшін.
және де төтенше жағдай министрлігінің қазір телеграмда ашылған, тағы инстаграмда ашылған желілеріне жазылып жатқан азаматтар да некен саяқ. Сондықтан да бұл бір ақпараттық вакуумның болуы, фейк ақпараттардың таралуына мұрындық болып жатқан секілді. Егер мына гуманитарлық көмекке келетін болсақ, мен қаншама күн бойы осы Алматының еріктілерімен бірге жүрмін. Бізде бір жүйеленген ақпарат болмай тұр. Нақты өңірге, нақты не керек, нақты қанша, мәселен спальный мешок, әлде төсек керек пе, әлде раскладушка керек пе. Біз мәселен жіберіп жатырмыз. Тағы да Қызылорда, Шымкент, тағысын басқа өңірлерде жіберіп жатыр. Ол артық болып, ысырап болып қалмай ма деген тағы да бізде сұрақ бар. Жіберіп жатқан көмекті кім есепке алып жатыр? Ол жөнінде де сұрақ көп. Сондықтан да сол өңірлерде осы бір ақпаратты жүйелеп бізге мынау нақты керек жіберіңіздерші десе, онда біздің көмегіміз анағұрлым сапалы болар ма деген менде осындай үміт бар. Су тасқынынан зардап шеккен тұрғындармен жақынырақ сөйлесіп жағдайын білген Дина Төлепберген бұл сұхбатында Ақтөбе облысындағы жергілікті биліктің былығын әшкереледі. Мен кеше мәселен Ақтөбе өңірінің жұртшылығымен тілдестім. Сол жақтағы адамдардың айтуы бойынша әкім дейді, түнде келген дейді. Одан кейін бізге су 30 сантиметрге көтерілуі мүмкін, одан артық көтерілмейді деп сеніммен сөйледі дейді. Содан кейін біз 30 метрдей болатын да етіп өзіміздің үйімізді қорғадық дейді. Бірақ малдың да, үйдің де барлығының да су астында қалғанын өзіміз біліп жатырмыз. Екінші үлкен мәселе ол қырылған мал. Оны есепке кім алады? Оны кім түгендейді? Өйткені тіркелмегені қаншама? Үшінші сұрақ, алдағы уақытта мынау баспана мәселесі кімге қанша салынады? Мен кеше ауылдықтармен де хабарласып сөйлестім. Әкімдіктер қазіргі таңда 80 шаршы метрлік үй салып береміз деп уәде беріп жатыр екен. Бірақ біз тұрған үйіміз дейді адамдар, одан анағұрлым үлкен болған еді. 7-8 адам болды, немесе бірнеше отбасы болды, бір үйде тұрдық дейді. Сондықтан да 80 шаршы метр біз үшін аздық болады деп жатыр. Сондықтан да әрине сұрақтар өте көп. Қашан біз бұл сұрақтардың нақты жауабын аламыз? Осы тұрғыда қазір үкімет әрине белсене жұмыс істеу керек сияқты. Өйткені сұрақтар көп болған сайын, енді кешіріңіздер, жағдай қиын болғаннан кейін біздің де ашуымыз келіп жатыр. Журналистердің жанайқайы осы. Ал мұндай қиын кезеңде халық әдетте әлеуметтік желіге ішкен жегенін салып, жылтырап жүрген шоу-бизнес жұлдыздарын, блогерлер мен әнші әртістерді іздеп әлек. Ал көзге түскені өнер қырандары театрының актері Жанболат Найзабеков. Атыраулық әртіс жігіт өзі туып өскен қара шаңырақтың су басқанын көпшілікке көрсетіп, көзіне жас алды. Шамның өткен жері ау. Қара шаңырақ. Танымалдар демекші, көпшілікке әзілге толы вайндар арқылы танылған блогер Есентай Ниязбековтің де үйін су басыпты. Бұл жігітте Батыс өңірдің тумасы екен. Мен үйімде суға батып кетті. Көрші үйде суға батып кетті енді. Су енді тілсіз жау ғой, оған не істей аламыз? Осы жылы су вообще былай көтеріп кетті үйде. Полностью мебельдер кетті. Қазір үйдегілер квартирада. Мен тәтелерім, өзім отбасым барлық квартирада, бірақ та ешкімге жалғыз айтқан жоқпыз. Әкем атын білем бәрі енді. Бұл апатта ешқандай қазақ жатқан жоқ просто. Есентайдың айтуынша елге танымал әнші, әртіс, блогерлер су тасқынынан зардап шеккен халыққа барынша көмектесіп жатыр. Ешкімге міндетті емес. Әр адам осындай қиын кезде шешім қабылдаған, ол өзінің шешімі, және ол өзінің дұрыс деп қабылдаған шешімі. Бірақ та біз іштей білмейміз, ол шынымен не істеп жатырған екен. Сол үшін құрметті көрермендер, олай айтып қажет жоқ. Мен 100% сенімдімін. Енді халықтың арасында да жүрген адаммын ғой. Шоу-бизнесте да жағаларым бар, білем. Ешқандай қазақ жай ғана жатқан жоқ. Бәрі, соны түсіндірші. Бүкіл қазақ ойында жатыр. Яғни келіп көмектеспесе де, ақшасын аудармаса да, Инстаграмда сбордың бір репостын істеген өзі бізге үлкен көмек. Ал алматылық қыз жігіттерден жасақталған еріктілер ұжымы күні кеше ғана гуманитарлық көмек ретінде Атырау халқына мына бір фура көлікпен 30 тоннаға жуық қажетті заттарды жіберді. Ал зардап шеккен халыққа көмек қолын созамын деген Алматы тұрғындарына волонтерлар жетекшісі мынадай ақпаратты айтты.
Құрметті алматылықтар, Алматы қаласында гуманитарлық көмекті жинау штабы жұмысын жалғастыруда. Біз мекен-жайымыз Байтұрсынов көшесі 22 корпус 1 Гоголь көшесінің қиылысында күнделікті таңғы сағат 10-нан кешкі сағат 7-ге дейін біз жұмысымызды жалғастырамыз. Қажетті заттардың тізімі бойынша керекті заттарды бізге алып келсеңіздер болады. Біз сіздердің аманаттарыңызды міндетті түрде қажет ететін өңірлерге жеткізуге тырысамыз. Су тасқынынан зардап шеккен жұртқа үкімет мүшелері де жылы сөзін айтып, жұбатып әлек. Мәселен, бірінші вице-премьер Роман Скляр бүгін солтүстік өңірдегі тұрғындармен кездесіп, президенттің сөзін жеткізді. Роман менің атым. Қалайсыздар? Жақсы енді. Төсектер бар. Тамақ бар ма? Тамақ бар, бірақ ауылдық су басып, малымыз қалып қалды. Өкінішке орай үлкен су келді. Бірақ біздің президентіміз сіздер өте жақсы білесіздер. Әр отбасына, әр азаматқа біз көмектесеміз. Рахмет енді. Құрметті көрермен, апат айтып келмейді, дегенмен де жергілікті билік өкілдері, әкімдер ертерек қамданып, сақтанып, төтенше жағдайдың алдын алғанда бәлкім қарапайым халық мұндай қиындықты бастан өткермес пе еді. Осы орайда ақтөбелік ақын Ершат Қайболдиннің көктемдегі көңіл күй атты өлең жолдар еріксіз ой құралады. Мұңға толы бұл туындының мәтініне зер салсақ, су тасқыны болардың алдында бейқам жүрген жергілікті биліктегі атқамінерлерге, әкім қараларға арналғанын анық аңғаруға болады. Оқып берейін. Көктем сайын ауылды су басады, көктем сайын ағайын шуласады. Судан құрғақ шығатын суайт көкем салы суға кеткендей түр жасады. Белгілі ғой тасқынның жүретіні, сабыр көкемнің білетіні. Балшық басып көрмеген судай жаңа, шіркін қандай әдемі су етігі. Көктем сайын үйлерге су кіреді, астан кестен қылады, бүлдіреді. Қыстан кейін көктемді болдырмаудың жолы бар ма ағайын, кім біледі? Наурыз болама қырсықпаса, қардың басын қаралып бұлшытпаса, сәуір айы келер ау, тәуір айым, ушықпаса, малжаным тұншықпаса, қозғалмайтын шығарсың орыныңнан, көке сенің астыңнан су шықпаса. Аман сау болыңыздар, біз сіздермен біргеміз.